Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біздің мектебімізде «Мен таңдаған кітап» атты онлайн таным сағаты ұйымдастырылды. Біздің мақсатымыз оқушыларды кітап оқуға баулып, адамгершілікке тәрбиелеу. Мектеп оқушылары өздерінің таңдаған шығармаларынан қысқаша мазмұнын айтып, түсіндіріп өтті. Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 220 орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Сағынбай Қарақат. Мен өзім таңдаған кітап туралы айтып бергім келеді. Мен таңдаған кітап ол Шыңғыс Айтматовтың «Жәмила» атты туындысы. Мен өмірімде қанша кітап оқысам да, осы бір кітап маған ерекше қатты ұнайды. Себебі мұнда бәрі шынайы, жанды көрсетілген деп есептеймін. Повестің қысқаша мазмұнын айтар болсам, Жәмила атты қыз кезінде күйеуімен сүймей ешбір сезімсіз қосылады. Майдан басталып, күйеуі майданға аттанып кетеді. Майданынан күйеуі хат жазғанда, келіншегінің аман саулығын да сұрамайды, сағыныш сезімін де білдірмейді. Ал сол майданнан жаралы болып оралған Данияр атты қазақ жігіті өте сезімтал, жүрегі кең азамат еді. Ол Жәмиланы өзінің әсем әнімен, іс-әрекетімен баурап алады. Сөйтіп Жәмила сезім жетегіне еріп, Данияр атты қазақ жігітімен қашып кетеді. Ол отаны үшін, елі үшін тылда жанын беріп, адал еңбек етіп жүрген күйеуін күтуі тиіс еді, бірақ олай болмады. Повестегі әрбір жанның кешкен сезімін, жанын түсіну үшін, неліктен олардың ондай әрекетке барғанын білу үшін мектебіміздің кітапханасынан осы кітапты алып, туындыны оқып шығуға кеңес беремін.